Бүгінгі күн больницадан басталды. Я қаралып тұру керек. Біз 6 ай сайын болсын, 3 ай сайын ауырмасақ та рентгенге түсіп тұру керек деген сияқты ғой. Күндеріңіз сәтті өтсін. Солай бүгінгі күн осылай. Қазір рентгенге барамын, жаңа терапевтке кірдім. Бірдеңе кіресің. Білесіздер ғой, больницаға келсеңіз анаған жібереді, мынаған жібереді. Сосын короче жан жақта жүрмін. Енді машинаны мойкаға кіргізіп алдық. Больницада шаруаларды бітірдім. Таза қылып қойдық. Салада бірақ қар жауайын деп тұр. Не үшін жудым деген сияқты әңгіме болып тұр ғой бұл жерде. Бірақ енді таза жүрген жақсы ғой машина, иә? Есін-ай. Құрметті қазақ елі, халықаралық 14 наурыз көрісу күнімен құттықтаймыз шын жүректен. Алматыда осындай керемет болып тұр. Алланың нұры десек те болады. Қар жауып тұр. Бүгін көрісіп қалыңыздар көрсетін адамдармен. Әне. Керемет болып тұр. Не деген погода, күшті бірақ ше. Күн жып жылы. Осылай. Мейрам құтты болсын. Бір-бірімізбен көрісіп, араласып жүре берейік, я? Сыйластығымыз ажырамасын. Ну что, добро пожаловать в Шенген. Ну что, смотрите. На улице снег. А мен тірліктерім шешілмейтін сияқты бүгін. Так шешеміз. Всем доброе утро. Қалайсыздар? Шымкентке жеңіл киіммен келген едім. Қараңыздар, Шымкентте қар жауып кетті. Арыстарда қар. Көбісі білмейді. Мен Арыспен Шымкентке не үшін келгенімді. Қазір стористе айтатын боламын, обязательно не үшін келдім. И не үшін қайтуым есіне қайтып кетсем. Бірақ не үшін келдім деген сияқты. Эх, что-то меня это не радует. Кеше ғана жылы еді, кеше ғана жылы еді. Не бұл жүрейін ба? Не бұл жүрейін ба? Так, міне қайырлы күн тағы да. Біз Шымкентте жүрміз. Көлкілерді алып. Салмасы құрма бар ма? Ödüm құрма. Амнақты бар. Қаншадан бір пачкасы? Ашып көрейікші. Олар маға ашып көрсек. Көбісі біле бермейтін шығар. Айтайын, мен негізі Арысқа келген себебім. Ертең Құдай қаласа Арыс балалар үйіне Төлеген Тәжібек атындағы өгесінің балаларына мен ауызашар берейін деп жатырмын. Соған олар келген болатынмын, но күн мені подводить етті. Содан я без настроения. Мынандай қар болып тұр. Қараңыздар. Что-то я без настроения.